Барлықтарыңызға сәлем. Бұл видеода сіздерге қазіргі таңдағы тренд болып жатқан клубника в дубайской начинке шоколаденің жасалу техникасын көрсететін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріп, міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді, сочный және ерекше десерт. Ол үшін бізге осындай клубника қажет. Менде египетский сорт. Қазіргі таңда осы египет сорты нарыққа шығып жатыр. Осындай үлкен формадағы клубникаларымды алдым. Міндетті түрде жақсылап жуып аламыз. Сабағын деп алып тастаймыз. Жақсылап салфетканың көмегімен кептіреміз. Содан кейін бізге міндетті түрде начинка фисташковый начинка қажет. Бұл жерде менде катаифи мен фисташковый паста. 50 грамм катаифи тестасы және де 100 грамм фисташковый паста. Екеуін бір-біріне қосып, осындай бір масса қылып жасап аламын. Содан кейін темперированный шоколад қажет, немесе темперировать еткілеріңіз немесе дайын қазақстанский шоколад, немесе альпенгольд молочный шоколадты алып қолдансаңыздар болады. Мен осындай бельгийский шоколадты темперировать етіп дайындап алдым. Сосын бізге клубникамызды қоюға осындай тақта керек, бетін осындай пищевой пленкамен немесе пергаментный бумагаға да төсесеңіздер болады. Сосын бізге осындай зубочистка қажет, клубникаларымызды қадап түйіп алу үшін. Ал енді жұмысымызды бастайық. Ең алдымен клубникаларымызға зубочистканы тығып жұмысқа дайындап аламыз. Бұл бізге қазір клубниканы шоколадқа матыруға ыңғайлы болу үшін жасалынады. Зубочистканың 1/3 бөлігін клубникаға тығамыз. Енді осы клубникамызды шоколадқа матырып аламыз. Жапырақтарын полностью жоғары қарай көтеріп, зубочисткамен ұстаймызды шоколадқа маламыз. Толығымен түбіне дейін шоколадқа ұстай. Енді осылай шоколад қатпай тұрған кезде мына начинкамызды, дубайский шоколадның начинкасын қолымызбен алып, кішкене осылай қолымызбен жайпаймыз да клубниканың сыртына жабыстырамыз. Міндетті түрде перчатка қолдарыңызда болсын. Дубайский начинканы клубниканың сыртына жабыстырып шығамыз. Енді осы күйінде тақтайымызға қойып аламыз. Келесі клубникалардың барлығын солай қайталап жасаймыз. Шоколадқа бір мәртем алған кезде барынша артық шоколадын осылайдан ағызып тастауға тырысыңыздар сілкілеп. Яғни бір рет тонкий слой шоколадқа маламыз. Мысалы қолыңызға бірінші жайпап алып, сосын клубникаға жабыстырсаңыз, оңайырақ болады.
мінекей біздің клубникаларымыз почти дайын болды. Енді осы күйінде бұларды холодильникке бір 10-15 минутқа қоя тұрамыз. Это эфи тестосымен фисташковый паста қосылған начинка ғой. И фисташковый паста кішкене холодильникте тұрып, және де бұның астындағы шоколадты қату керек. Сол үшін 15 минутқа холодильникке қатырып аламыз. Мінекей біздің клубникамыз холодильниктен шықты. Сыртындағы начинкасы қатыңқырап тұр. Осы моментта енді біз клубникамызды осындай начинкасымен темперированный шоколадқа малып алатын боламыз. Мен осындай мисқа шоколадымды темперировать етіп ертіп алдым. Барынша барлық жапырақтарын жоғары қарай көтеріп, батисканы ұстап, сәл шоколадқа маламыз. Шоколадыңыз барынша бір шұңқыр ыдыста болған жақсы. Солай жұмыс жасаған ыңғайлы болады. Осындай мощный клубника дайын болды. Барынша тез жұмыс жасауға тырысу керек, өйткені мына начинкамыз, сыртындағы дубайский начинкамыз ери бастайды. Сосын сырғанап, сыртқа ағып кетеді шоколадпен бірге. Сондықтан да барынша тез жұмыс жасауға тырысу керек. Холодильниктен шыққаннан кейін клубникамыз кішкене салқын болып тұрады ғой, и шоколад бірден қатады сыртында. Сол үшін де жақсы бізге. Мінекей, біздің клубника в шоколаде в дубайской начинке почти дайын болды. Мен уже аз-аздан жай-жайдан қатып келе жатыр сыртындағы шоколадымыз. Енді қазір әдемілеп декорға көшеміз. Мінекей қараңыздар, қандай әдемі болып шықты, прям несібес үлкен. Қазір енді екеуіне Дубай деген сөзді жазамыз шоколадпен. Осылай кондитерский мешокқа құйып алдым. Қазір үшін өте жіңішке құйып аламын да жазу жазып, ал қалған екеуіне кондверінен брызги жасайтын боламын. Ал бірге жасайық. Міне осындай болып шықты. Жалпы өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай әрлесеңіздер болады. Мен бұл идеяны интернеттен алған болатынмын. Сондықтан да идеяға, фантазияға шек жоқ. Өздеріңіздің ойларыңызбен, фантазияларыңызбен әрлесеңіздер болады. Енді қазір контуринмен әдемілеп жылтырақ беріп, әдемі эффект беретін боламыз. Клубника в дубайской начинке дайын болды. Өте әдемі эффектіні. Даже қасында дубайский шоколад рядом стоял, бұл қалшын керек. Давайте енді сіздерге ортасын көрсетейін. Салайын. Күшті болып шыққан. Сондай сочный, аппетитін ашатын нарез болып шықты прям. Енді дәмін көрейік.